Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз дүкенде. Бүгінгі сабағымызда жеміс-жидектер мен көкөніс атауларын үйренетін боламыз. Бұл жемістер. Енді жемістердің атауларын айтып үйренейік. Алма, банан, құлпынай, шие, өрік, алмұрт, апельсин. Бірінші тапсырма. Жаңа сөздерге қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Бұл құлпынай ма? Иә, бұл құлпынай. Бұл алма ма? Жоқ, бұл шие. Бұл апельсин бе? Жоқ, бұл өрік. Бұл алмұрт па? Иә, бұл алмұрт. Келесі жаңа сөздеріміз. Бұл көкөністер. Бұл картоп. Ал бұл пияз. Сәбіз. Қызанақ. Және соңғысы қияр. Ендігі тапсырма. Қызанақ көкөніс пе, жеміс пе? Дұрыс. Қызанақ көкөніс. Банан көкөніс пе, жеміс пе? Дұрыс айтасың. Банан жеміс. Сәбіз көкөніс пе, жеміс пе? Дұрыс. Сәбіз көкөніс. Келесі тапсырма. Төмендегі сөздерді тиісті бос орынға орналастыр. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Жарайсың. Келесі тапсырма. Дүкендегі диалогты мұқият тыңда. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, не аласыз? Маған бір келі қызанақ, бір келі қияр және жарты келі сәбіз өлшеп беріңізші. Әрине, тағы бір нәрсе аласыз ба? Иә, тағы бір келі алмұрт, бір келі алма, бір келі өрік және жарты келі құлпынай беріңіз. Бір келі алма ма, алмұрт па? Алма да, алмұрт та керек. Мінеки. Сізге қанша беруім керек? Барлығы 4000 теңге болды. Рахмет, саудаңыз жүрсін. Келіп тұрыңыз. Ендігі диалогқа қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Әлия қандай жемістер алды? Дұрыс. Әлия алма, алмұрт, өрік, құлпынай алды. Келесі сұрақ. Әлия бір келі қияр алды ма, әлде сәбіз алды ма? Дұрыс. Әлия бір келі қияр алды. Әлия банан алды ма? Жоқ. Әлия банан алған жоқ. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.